Сәлем достар, сіздермен өте дәмді, өте сочный, дәмі тура бургер сияқты болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, сочный, прям күшті болыпты. Жолдасыма өте қатты ұнады. Лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен нан ашытамыз. Ол үшін жылы суға 1 шай қасықтан тұз, қант және де ашытқыны саламыз. 3 ас қасық сұйық майды құйып, араластырып, бірден ұнды салып, қамыр илейміз. Судың температурасы өте маңызды, 25-35 градус аралығында болуы керек. Егерде сәл ыстық немесе салқын болса, ашытқы жұмыс істемей, қамырымыз көтерілмей қалады. Осындай консистенцияда болу керек, қолға кішкене жабысып тұратындай. Бетін жауып, одеялға орап, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қойсаңыздар, күшті болып көтеріледі. Енді пирогтың начинкасын жасаймыз. Ол үшін 2 орташа көлемде пиязды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Пирогқа қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап алыңыздар. Қызып тұрған сковородкаға сұйық майды құйып, туралған пиязды салып, орташа отта араластырып отырып, шамамен 5 минуттай қуырамыз. Енді тартылған етті саламыз, қатты отта араластырып отырып, шамамен 10 минуттай су тартылғанша қуырамыз. Үйде жылқының тартылған еті болғандықтан содан жасадым. Сиыр етімен жасасаңыздар да өте күшті дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, тағы да араластырамыз. Менде фарш кішкене тұздалған болғандықтан тұзды аз ғана салдым. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай саласыздар. Су тартылды, енді оттың астын өшіріп, осылай қойып қоямыз. Кішкене салқындауы керек. Ендігі кезек маринадталған қиярды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Қамырымыз күшті болып көтерілді. Мен жарты сағат уақыт өткеннен кейін ашып қарадым. Қатты көтеріліп тұрғаннан кейін бір басып қойғанмын. Мынау уже екінші рет көтерілгені. Қамырды басу арқылы домалақ формаға келтіріп алып, 2-ге бөлеміз. Бір бөлігі шамамен 120 грамм болатындай етіп. Енді қамырдың үлкен бөлігін жайып алуымыз керек. Ол үшін манканы сеуіп, қолмен немесе оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Егерде манка болмаса, ұнды сеуіп жайсаңыздар да болады, бірақ манкамен жаятын болсаңыздар, наны піскен кезде қытырлап, күшті болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, екі жағын аударып отырып, қамырды жаямыз. Осындай жұқалықта болу керек, қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Формаға жайылған нанды видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Қамырдың үстіне начинканы саламыз. Начинканы салғанда суы құйылып кетпеу керек. Міне осындай көлемде су шықты. Бұны құймаймыз. Егерде құятын болсақ, нан жұмсарып кетеді. Видеода көрсетілгендей қамырды кішкене төмен қарай түсіреміз. Егерде бұндай форма болмаса, онда кәдімгі противинге жасай беруге болады. Осындай формада жасау тек әдемі болып шығу үшін. Енді үстіне кетчуп жағамыз. Кетчупты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Қоссаңыздар, пирогтың дәмі тура бургер сияқты болып шығады. Енді үстіне әдемілеп туралған қиярды қойып шығамыз.
Енді үстіне ірімшік саламыз. Мен осындай чизбургер деген балқытылған ірімшікті салдым. Және де үстіне теркадан өткізілген кәдімгі ірімшікті салдым. Ірімшікті көбірек қоссаңыздар, пирог күшті болып шығады. Қамырдың шеттерімен видеода көрсетілгендей пирогты жаба бастаймыз. Қамырдың қалған екінші бөлігін манканы сеуіп отырып, видеода көрсетілгендей қолмен жайып аламыз. Жайылған қамырды пирогтың үстіне қойып, жан-жағын бекітеміз. Әдемілік үшін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, араластырып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Сонда пирог золотистый цвет болып, өте әдемі болып шығады. Және де әдемілік үшін күнжіт сепсеңіздер де болады. 200 градус қызып тұрған духовкада шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Пирог дайын болды, достар. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Пирогтың жан-жағын формадан осылай ажыратып аламыз. Дәмі деген енді, достар, өте күшті, керемет болып шығады. Тура бургер сияқты. Міндетті түрде жасауға кеңес береміз сіздерге. Бір жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасай бергіңіз келеді. Қонақ шақырсаңыздар да, осы пирогты жасасаңыздар, қонақтарыңыз бұл пирогты жеп таң қалатынына сенімдімін. Қараңыздаршы, қандай сочный болып шықты. Видеодан көрініп тұр деп ойлаймын. Осы пирогты жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздерге көп рахмет. Сочный прям.